Атасы басқа аттан түс, атасы бір атқа мін. Қазақта осындай мақал бар. Бұл мақалдың шығу тарихы жаугершілік заманмен байланысты. Қалмақтардан қашып келе жатқан бір атамыз жолда жаяулатып қашып бара жатқан інісін көреді. Сол кезде артында отырған баласына бұрылып, атасы бөлек аттан түс, атасы бір кел атқа мін деп, аттың артында отырған баласының орнына інісін отырғызып жаудан аман алып шығады. Қашып құтылған соң әлгіден мұның қалай деп сұрағанда, әйел бала шаға табылады, ал аға іні табылмайды деген екен. Иә, осылай қазақ халқы бауырдың бауырмалдылығын бәрінен де жоғары бағалаған. Ал аңыздың бір нұсқасында Әмір Темірдің Тоқтамысқа қарсы сойқан салғанын естіп, ол келетін жолдағы барлығы ол үдере көшіп кетеді. Тек хабарды естімей қалған бір қараша отбасы ғана көшпей қалады. Киіз үйдің қасында қазан қайнатып жүрген отанасы жауды көрген сәтте жалғыз атқа өзі және інісін мінгестіріп қашады. Ал үйінде күйеуі мен баласы қалады. Бірақ жасауылдардың қолына түсіп қалып Әмір Темірдің алдына барады. Темір бұл ісінің мәнісін сұрағанда әйел күйеуі мен бала табылады, ал бауырды тауып беретін атанам жоқ деген екен. Оның сөзіне риза болған Әмір Темір отбасын түгел босатып жіберіпті. Осындай оқиғалардан кейін атасы басқа аттан түс, атасы бір атқа мін деген мақал қалған. Қазір жаугершілік заман келмеске кетті. Құдай ешкімнің басына мұндай сынақ бермесін. Әулетіміздің берекесі тарқамасын, отбасымыз, бауырларымыз тегіс аман болсын.